Қазақстанда қоғамдық тәртіпті қорғау органы саласына алдын ала тергеу жүргізу құқығын беру туралы 1963 жылы 6 сәуірдегі Кеңестік социалистік республикалар одағының президиумының жарлығы қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінде тергеу құрылымы құрылды және сол күннен бастап Ішкі істер министрлігінің тергеу күні болып саналады. Аталмыш күннен бастап мемлекеттің қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті және азаматтардың конституциялық құқылары мен бостандығын қорғаудың кепілі ретінде ішкі істер органының жаңа өрлеу дәуірі басталды. Осы кезеңнен бастап ішкі істер органы тергеу құрылымына білімі жоғары заңгер тергеушілер алынып, кәсіби деңгейлері жоғарылатылып, олар өздеріне сеніп тапсырылған қандай да бір маңызды тапсырмалар болмасын, оларды өз деңгейінде сапалы түрде шешіп орындай білді. Қазақстан Республикасы егемендік алып, жеке мемлекет болып бөлініп шығуы және құқық қорғау органдарындағы өзгерістер мен ауысулар, мемлекеттік тергеу комитетінің құрылып, қайта тарауы тергеушілердің кәсібилік сапасына да кері әсерін тигізбей қоймады. Атап айтар болсақ, мемлекеттік тергеу комитеті тараған соң, кәсіби деңгейі жоғары, көптеген білікті тергеушілер прокуратураға, ұлттық қауіпсіздік комитетімен сол кезеңде құрылған қаржы полициясына ауысып кетіп жатты. Осы кездегі туындаған қиыншылықтарға қарамай, полиция органы тергеу құрылымы тәжірибесі мол тергеушілерді өз саласында алып қалып, олардың көрсеткен тәлімгерлік көмектерінің арқасында жас мамандарды қайта дайындап, біліктілігін арттырып, тергеудің сапасын көтеруге қол жеткізді. Тергеушілердің тергеу өндірістерінде болған аса күрделі және қоғамдық көзқарас тудырған аса ауыр қылмыстарды тергеу барысында тергеушілер қай кезде болмасын өздерін жақсы жақтарынан көрсете білді. Тергеу бөлімшесінің тергеушілері жоғары жетістіктерге қол жеткізген үшін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің облыстық ішкі істер департаменті және аудандық басқарма басшылығымен бірнеше рет марапатталған. 2018 жылы 5 маусымда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Мақтаарал ауданы екіге бөлінді, яғни Мақтаарал ауданы және Жетісай ауданы болып қайта құрылды. Сондай-ақ облыс көлемінде Жетісай ауданының ішкі істер басқармасының, оның 1 және 2 полиция бөлімдері тергеушілермен айыптау қорытындысымен сотқа жолданылған қылмыстық істер бойынша тергеудің жан-жақтылығы мен толықтығы қамтамасыз етіліп, жәбірленушілерге келтірілген материалдық залалдарды өндіруге бағытталған шаралар ұйымдастырылып, азаматтарға заңсыз айып тағуға, ұстауға, қамауға алуға, ақтау үкімдерінің шығуына, конституциялық құқылары мен бостандықтарының бұзылуына жол бермей, облысымызда алдыңғы орындарды иеленіп келеді. Қашанда қырағылық пен дәлдікті талап ететін Жетісай аудандық полиция бөлімінің тергеу бөлімшесінде 10 тергеуші және 6 анықтаушы еңбек етеді. Олар тәуліктің кез келген сәтіне қарамастан, осынау қызығы мен шыжығы қатар жүретін. Жауапкершілігі мол істе әрдайым адалдық танытып, өз міндеттерін зор абыроймен атқарып жүр. Иә, қылмыстарды ашу мен тергеу, кінәлілерді анықтау, адамның адалатын қалпына келтіру тергеуші жұмысының мәнін құрайды. Істің нәтижесі тергеушінің шеберлігі мен күш-жігеріне, оның табандылығы мен жедел әрекет етуіне, бастамашылдығы мен жанқиярлығына байланысты. Тергеуші үшін қылмыстық істің ақиқатын, шындығы мен анық-қанығын анықтау басты міндет. Осы міндеттің үдесінен шығу үшін аудан тергеушілері уақытының көп бөлігін отбасына емес қызметіне арнайды. Күн демей, түн демей жанұясынан жырақта ақиқатты табуға күш салатын тергеушілер еңбегі қашанда елеулі. Қазақтың ұлымын, жұлдызын жисан қаламның, жұпары қымбат таламның, найза бөгізім кетермен, намысы үшін бабамның. Мен қазақтың ұлымын, құндылығымның нәрмен, ауылым қымбат жанымен, байлығын тоса басқалар, бауырым қымбат бәрінен. Мен қазақтың ұлымын, елімде туған ер қымбат, атадан Барша тергеушілерді кәсіби мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ел тыныштығы жолында жасап жатқан еңбектеріңізге толайым табыс, кәсіби өрлеу мен мол жетістік тілейміз. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын.